Сәлеметсіздер, армысыздар, қадірменді халқым. Мынау шаймақ болып қолдап жатқан барлық малшы бауырластар, ағалар, бауырлар, өздеріңізге бүгін мына 29 күні сәлем. Ал онда болса біздің айтпақшы ойымыз болса, мына малымыз не жеп жатыр деген кісілер мына барғаннан кейін осы мал тапсырмағанда міне мынау бормийдің сабағы және бормий, сонымен қатар қазын боқ секілді немене бар ғой, жем, соны береді, барғанында осы бересіздер негізі. Ал енді мына жақтан болса, мына жақтан кеткесем, мынау біздің күнделікті осы алған бауырлардың нақтылы малы. Әрбірінің иесі бар. Сонымен осы күнігі таңертең кеш өшеді жем шөбін беріп бағамыз. Алаңдамаңыздар, малымыз қайтып жатыр, анау-мынау деген ойда болмаңыздар. Барлығын өзіміз осы жемесекте, осы малдарымыз жемесекте, күнделікті басында қарап отырған жайымыз болады. Сол шымыларыңдар бұқа. Аяқта ұрғаш малдарды бөліп істеміз біз әлі. Бұқалар артылады, жүгіреді, жазым болып қалады, азып кетеді деген кісінің малы. Бұны енді бұл жерге малға осы өндірмейді ғой. Сол үшін алаңдамаңыздар, мыналар бұқа, айырым тұрады бұқалар. Сол үшін жалғасты мына маллатын бауырластар бізбен етене хабарласып, мына 3 күн қалды ағайын жүргізу, 3-ақ күн қалды. 3 күннен осының бәрін қанды шөліп алады, тексереді. Қан сараптама шығып кеткеннен кейін, бөліңін арғаратай мал алуға келмей қалады бауырлар. Бұны бір бауырлар. Одан кейін мынау енді біздің алған енді құнажындарымыз. Буазы бар, сыры бар, бұзауы бар. Міне бұлар да міне кеуі, үшуі сондай жақсы. Керемет. Бұны да міне беріп жатырмыз. Жеп үшудің кен емес. Мұнаңда ұрғаш айырып тұрады бұлар. Өйткені бұқа қуып, азып тозып, жазым болып қалса екен кісінің малы пәленің шомды. Ят болып қалатын жайт бар. Сол үшін міне көріңіздер. Осындай бағып, баптап жатқан жайымыз бар. Бізден жағдай сұрасаңыздар. Бүгінгі өздеріңізге үлкен дөкелек берейін. Мына мал алып менден осы пәлен пұлын беріп жатқан бауырластар қатыржан, қан қайғысы отыра беріңіздер. Малдарыңыз барған күн өзім ұқтырамын. Одан бұрын сол мал алатын аға бауырлар бізбен хабарласыңыздар тезде. Мынау пұрсат еккенмейді. Мынандай сапалы малды сіздерге өстіп талдап беретін бәлкім саудагер бар, яки жоқ. Сол үшін қадырлағайындар, мынау сіздер кеп тұрған жақсы орай. Өздеріңіз қалаған малыңыз талдап аласыз. Бізде сол қалаған малдарыңыз талдап беріп жатқан жайымыз бар. Сол үшін ағайындар, қаш телефон беріп, 151 4937 менің ұнтатымда, телефонымда осы қадырлағайындар. Нөмірін қанша деп ойына сұрай бермеңіздер, айтып қой қазақша болды, жетпейді, білген адамға. Мына мемлекеттің сөйлесек, телефон болмайды, сұқ қояды. Сол үшін көңіл қылыңыздар. Киянзан, өлі тоқтатпаңыздар ағай. Міне, осыншалық бағамыз міне, күніге бағып жатқан мал. Міне, мына лауанды көрдің ба, міне, бер, ұлбай тұлы. Ай, талауған қалағында. Сауға. Ай,